өлә деген Шымкентте сөз бар. Бақа біледі, Шымкентский ғой, Техас. Күлпаш, анау кеудеңізді жауып қоясыз ба, өтініш? Болмаса қазір өлә деп айтып жіберем, жарай ма? Өтініш, жабыңыз. Қане? Өлә, өлә, өлә. Қане? Өлә. Көрдіңдер ме? Құлаққа да жағымды естіледі. Мұның бәрін не үшін айтып жатырмыз? Жуырда Шымкент қаласына коллектив болып қыдырып қайтамыз. Арнайы автобус жалдап қойдық, экскурсия болады. Сразу заранее айтып қояйын, экскурсияға зарплатадан 10 000 теңге ұстап қаламыз. Ертең менің кабинетіме қайта-қайта кіріп, менің миымды ашытпаңдар. Басеке, не менің зарплатам аз шыққан, неге мынаны ұстап қалдыңдар деп миымды ашытпаңдар. Жарай ма? Сразу айтып қояйын. Сол үшін біз қазір шымкентский сөздерді жаттап жатырмыз. Егер қандай да бір сөзді білсеңіздер, бір-біріңізбен бөлісіңіздер. Жаттайық, үйренейік, дайындалайық. Қандай сөздер білесіздер? Қане? Мысалға, шешес, енді шлей олай емес енді. Жүдә? Маған шешес деген сөз ұнады, тағылайсың бола ма? Тұйық, дігідік. Әй, осыдан басқа сөз құрып қалып ма, немне біле? Нормальный сөз жаттамайсыңдар ма? Өлә. Универсальный сөз любой жерге кете береді. Не деген керемет сөз. Мен Шымкент қаласында өте қонақжайлы және керемет қала деп естігемін. Сол үшін нормальный болып, коллектив болып, бір ұжым болып, бір семья болып, тыныш қана нормально демалып қайтайық. Жарай ма? Баяғыдай қуып кетіп, лағып кетіп, ішіп, тышып, домалап, жоқ болып кетпеңдер. Болмаса сразу жұмысына құрисыңдар. Түсіндір ме? Сразу айтып қояйын. Сразу. Маған ертең ренжіп, басеке деп артынан жүгіріп жүрмеңдер. Түсіндір ме? Сразу айтып қояйын. Сол үшін айтқанды тыңдап, дірілдемей, нормально жүріңдер.